Не үшін иман әлсіз? Өйткені оны нәпсі басқарып тұр. Тұрмай-ақ қой, бармай-ақ қой. Мен әрдайым эфир деген не? Иман деген сенімділік қой. Сосын адамзатқа қасиеттердің толығы. Қандай қасиеттер? Не деп айтамыз жаңағы? Бағана айттым ғой, мүлік деп айтамыз. Қандай мүлік? Мейірімділік, ар-ұят, кішіпейілдік, сабырлық, мынау барлық рухани азықтың бәрін денеге мына жерге толтырған кезде сіз өзіңіз үшін тұрасыз анда. Нәпсіңізге давай до свидания дейсіз нәпсіге. Оған сөйлеттірмейсіз даже. Нәпсіні біз өмірден баса алмаймыз, оны тек басқарамыз. Ол кетпейді ешқайға деп мен әрдайым айтамын. Сол үшін біз нәпсімізді басқару үшін жамал рухани азықты толтырып алуымыз керекпіз. Мінез құлықты жөндеуіміз керекпіз. Дін деген жай ғана мінез құлықтардың не нышаны ғой? Былайша кезінде Әл-Фараби атамыздың өзі кеше қыздарға айтып жатырмын. Бірінші ихсан ілімдерін игерген, ал ихсан ілімдері ол мінез құлықтың өзгеру нелері, ілімдері. Міне, сол кезде барып олар дінге келген. Дінге осы өздерін алып келген. Мінезім өзгерді. Осы қасиеттер бар, адамзатқа сай дүниенің бәрі бойымнан табылады қазір. Енді мен әрғарай дінді игеретін осындай менің үлкен күшім пайда болды дейді. Көріп жатсыздар ма? Қазір не? Мінез өзгермеген, барлығы сояқта жүр. Тиіп қатсаң ашуға бетінен бет шығып тұр. Бірақ біз оны қалай бар солай жақсы көреміз. Жаңа алдында да бір айттым ғой, біздің ұстазымыз айтады ғой, қатты сөйлесең, жаңағы жылы сөйлесең, жылан іннен шығады, қатты сөйлесем, надан діннен шығады дейді. Сол үшін біз енді ешкіммен шаруамыз жоқ, олардың бәрі Құдайдың пендесі, олардың нәпсін ұнатпағанмен де біз оларды жан тұрғыда не істейміз, жақсы көреміз деп айтуымыз керекпіз. Энурез емдейтін бар. Жаңағы кісі, энурез емдейтін ана кісі бар. Телефон арқылы емдей береді. Иә, ұстаз болыңыздар. Міне жазып жатыр ғой мына жерде, Макос деп. Ұстаз болыңыздар, өзгеріңіздер. Өзімізді жоғалтып алғандаймын дейді. Жоқ. Ешкімді жоғалтпайды, қыздар. Просто рух сыртқа шығып кеткен кезде, бір нәрсені ойлай берсеңіздер, рух сыртқа шығып кетеді. Қызғаныш деген не деген? Сол рухтың іштегі сыртқа шығу, яғни иманның әлсіреуі. Болды. Осында бір эфирлерді тыңдай берсеңіздер, қайттан күш ала бастайсыздар. Содан кейін күш алған кезде сіз жанды тыңдай бастайсыздар. Не ал дейді? Витилиганы емделеді. Мен бір формула айтқан болатынмын. Делать все вопреки деген. Делать все вопреки деген. Мысалы, мына эфирді не үшін жасаймын? Баламның витилигасы кету үшін деген секілді. Мен бүгін кешке дейін жұмыста отырамын, баламның витилигасын кетіру үшін. Надо энергию отправлять туда. Содан кейін мен бір сіңілім бар, осыны емдеген. Витилиган бала кезінен. Сол кетті ғой. Осындай формулалар пайдаланатын тұғын ол да. Мен айтатын, мынандай жаса, өйсіп жаса. Бұл мен отырып сөйлесу керек та, ол витилиган қалай жаса, қандай түрлері. Өспей қалған қыз деген қалай сонда? Ми өспей қалған қызымның қалай өзімен микроцефалия ма? Ми өспей қалған. Аты біртүрлі ат қойып қойыпсыз, ми өспей қалған деп. Просто хауассалимсіз деп айтсаңызшы. Хауассалимсіз деген, яғни шамалы несі бар, отсталость бар дейді да, мысалы, ортадағы балалардан. Соны хауассалимсіз деп айтыңыздар. Анау ми өспей қалған деген, оны күшейтіп жібересіздер да ертең. Керісінше олармен жұмыс жасауға болады. Ол өзіңіздің түйсігіңіз. Жаңа айтып отырмын ғой, зеркальт етесіздер. Сіз қалай дамисыз, бала да дамиды. Міне, алақаныңызбен дамый бастайды. Бәрібір ол бірдегі болсын, басын айналайын деп сипала бастасаңыздар, кезінде бұл аурулардың бәрін өзінің аталарымыз емдеген ғой, өздері. Жарияға жар салмай-ақ емдеген. Өмірге жаным екінші. Қарызға неге қайтып келем дейді. Енді ол тәртіп жоқ қой, қыздар, жігіттер. Излишество көп, қалау көп. Бұның бәрі тәртіп қой, жүйе.
Сол үшін бұлардың енді отырып білім алу керек, оларға қарызға батқан адамдармен тек санасын жүйеге келтіріп жүрсеңіздер, әрі қарай бәрі өзінің орнына түседі. Қараңыздар, енді жаңа сұрақ қойып жатыр, бізде келе жатқан жыл үлкен бастамашылдықтың жылы келе жатыр. Әр жылдың өзінің ризығы бар, әр жылдың өзінің энергиясы бар, қыздар, жігіттер. Алла тағала бір жылды бір жылға ұқсатпаймын дейді. Жаздың қамын қыс ойла, мен әрдайым айтам, қыстың қамын жаз ойла дейді. Мысалы, біз уже октябрьде, сентябрьде уже жаңа неге энергияға кіріп кеттік кеше. Сол үшін бүгіннен бастап ескі қателіктеріңіздің бәрін тоқтатыңыздар. Кезінде мысалы жолдасыңызға жекіп сөйлейтін едіңіз, оны да тоқтатыңыздар. Балаларыңызға бір мезгіл жаңағы тыныштық бермейтін едіңіз, енді бір мезгіл оларға уақыт бөліп жататын кезде беттерінен сүйе бастаңыздар. Бір нәрсені биылдан бастап өзгерту керек, өйткені үлкен энергия келе жатыр. Қараңыздар, егер біз биыл әр жылдың өзінің энергиясы бар. Алла математик деген осы ғой. Бұл ешқандай біздің нумерология қатысы жоқ, просто сіздерге түсінікті болсын деп айтып жатырмын. Енді қараңыздар. Бір цикл бітті. Бізде 4 құбыла деген бар. Осы 4 құбыланы үлкен семинарда да айтатын. Бірінші, тыңдаңыздар, қарым қатынас. Екінші, рухани. Тыңдап алыңыздар. Не дейді? Таңдай тілшісі өспей қалған, қазір тынық сөйлей алмайды. Жаңағы кісіге жазсаңыздар, өзі айтады. Энергия көтеру жолдары, қыздар, әрдайым айтып отырмын уже. Қалай көтеру керек екен? Мынаның бәрі беріп жатқан формуланың бәрі энергия көтеретін формулалар ғой былайынша. Сізге біреу ешкім сырттан келіп әкеп бермейді энергияны. Осыларды түсінік арқылы, энергия деген түсінік арқылы көтеріледі ғой. Түсіндім дегенде бір канал. Бізде 7 канал бар ғой, Құдайдан келетін, мынау ризықтың келетін жолдары. Энергия бәрі сол жақтан келеді. Енді мынау формуланың бәрі сіздер каналдарыңыз ашатын формула ғой. Мынаны қайтадан тыңдасаңыздар, түсіндім дейсіз, қайтадан энергия ашылады. Түсіндім дейсіз, қайтадан энергия ашылады. Түсінікті ма? Содан кейін жүре бастайсыздар. Күніге 12 километр таңға қарай қайтадан энергия көтеріледі. Өздеріңіздің қолдарыңызда тұр ғой. Жатам десең де дұға етем дейді Құдай. Тұрам десең де дұға етем дейді. Кедей қылған мен емес, кешеде қыздарға айтып жатырмын. Бай қылған өзің дейді. Өткен сенің амалың көп, харекетің көп болды дейді. Бірақ кедей қылған өзің дейді. Өткен сен жалқаусың, иманың әлсіз, нәпсі басқарып кеткен дейді. Тұрғың келмейді дейді. Енді не? Құстың өзін, мен кеше қыздарға айтып жатырмын. Құстың өзін әр қанатын азында шығып, қанат қақып келген өзінде де мен оған тамағын берем дейді. Нәпақасын алдына шығарып берем дейді. Құрт құмыртқасын дейді. Енді сол құс құрақым жоқсыздар ма? Азында бір мезгіл тұрыңыздар, музыканы қосыңыздар. 1 октябрьден бастап жаңа энергия келді. Түсінікті ма? Енді баяғы ескі қателіктерімізді тастайық, өсейік, өнейік, бала шағадан кетейік, жаңа бипылдаған өмірден кетейік, ойын сауықтан. Енді өсетін уақыт келді ғой. Қашанғы бұндай білімдер ала береміз? Өзгеге беретін уақыт келді. Енді сіздер берулеріңіз керексіздер келе жатқан ұрпаққа. Ертең жылайды олардың бәрі. Әже, ата, бізге не тастап кеттіңдер? Сонша біз не істедік сіздерге, не жаздық осылардың артынан пол жуып, құйрығын жуып жүретіндей. Сіздер қазір бипылдатып жүрсіздер ойын сауықпен. Оларды ойлап атқан жоқсыздар сіздер. Не киемді ойлап атсыздар, не жиімді ойлап атсыздар. Олар жатыр бәрі бір гаджеттен ұстап алған. Біреуін айта аласыз ба қай оқуға орынға баратын? Біреуі білмейді. Әйтеуір бір адам болады ғой дейді. Тәуекел таксовать етер, болмаса құмкөлге тұрғызам ғой 500 мың айлықпен дейді. Сол 500 мың айлықпен өспейді ол сол жерде. Сол 500 мың айлықпен отырады, сосын үйленеді, 5 баланы табады, сосын қартаяды, сосын таксовать етеді, ауру болады, өтке тас бітеді, сосын давай до свидания. Не істеді ал? Шетелде де көрмей кеткендер бар. Өмір көрмей кеткендер де бар. Потому что вам это комфортно, это жизнь. Енді сол комфорттан сіздер балаларыңызды шығарсаңыздар, өздеріңіздің көрмегендеріңіз солар көрсін. Шетелде оқысын, келіп бізге осындай үлкен нелерді алып келсін. Жаңағы білім орталықтарын ашсын,
саналарын дамытсын. Балам қорқпа, үйім сатсам да оқытам. Балам қорқпа, малым сатсам да оқытам. Бірақ елге қызмет ет. Жаным, елім үшін өмір сүр, қоғам деп өмір сүр. Сол кезде мен әрдайым айтам, кетет балалар жоғары қарай. Ұшып кетет, Алла өзі алып кетет үлкен жетістіктерге. Қайтесің құрсын, өзің басың аман болсын десең, қалады сол қазан ұшақтың маңайында өзің басын ойлап ол балалар. Ол балалар қоғамға да Алла кіргізбейді. Әр тұр дейді. Былай тұр дейді. 59-да тағы шығады, 63-те отырады, мәсісін жуады, дәретке ғана әлі жетеді. Мен әрдайым айтам, болды, давай до свидания, өмірден кете бер. Бұны ғафил өмір деп айтамыз. Яғни қапы қалған өмір, баянсыз өмір дейді. Құдайдың алдына не айтып баратын, биттері қалың, не айтып барасыңдар ертең дейм. Барады ғой бәрі Құдайдың алдына, не айтасыңдар дейм. Кем дегенде 10 адамды көтердім. Айтады ғой, я ұстаз бол дейді, я шәкірт бол дейді, я көмекші бол дейді. Көмекшінің өзі дейді, 10 адаммен кіргізуге рұқсатым бар дейді. Көмекшілер деген осы жәрдем беретіндер, бизнесмендер, медресеге көмек беретіндер, меценаттар. Сол меценаттардың өзі 10 адаммен Құдайдың рұқсатымен кіреткен. 10 адамды кіргізесің бірге. Жұмаққа дейді. Оның бәрі мен көрмесем де, оның бәрі жазылған. Жазылғанның бәрі хақ деп тұр ғой. Түсінікті отыр ма? Біз әлі міне өзімізбен күресіп жатыр, тамағымызбен, өзгеге дәлелдеумен, шифонер алу, дүние, машина, боқ дүниенің былайша айтқанда. Бірақ бір балаға білім беріп жатқан жоқпыз. Былайша айтқанда қауақ. Абай атамыз не үшін жылады Абай атамыз. Қыздарға да айтып жатырмын. Оян қыздар, немене бәле мынау дедім. Неменедегі адамсыздар, қандай адамсыздар, балаларды қарасаңыздар, сәлемдесуді де білмейді. Мұсылманның бір парызын білмейді, мұсылманда 6 парыз бар. Сұрақ қойш, бала білмейді соны. Это что такое дейді. Ол балалардың ертең жетістікке жетпейді ғой, құлайды ғой олар деген. Әлі түсінеді олар, бірақ уақыт келеді, уақыт өтіп кетеді, олар түсінем дегенше уже біздердің көзіміз кетіп қалады, қартайып. Бұлар не болады деген оянбай жатыр мына әйелдер деген. Ер азаматтарды мен ойша қойып қойдым уже. Әйел дамыған кезде ер азаматтар тұрады орындарынан. Бір элементарны қазан ұшақтың маңайынан кете алмай жатыр қой әлі. Күйеуім бүйдеді, балам бүйдеді, анау сүйдеді, әрі детский позиция.